Хей, сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде Jazz Battle және сіздермен бірге Динара және Шынар. Бүгін бізде өте қызықты болады. Өйткені біз өлеңді естіп таппаймыз, керісінше текст беріледі, текстке қарап өлеңді табатын боламыз. Қызық, өте қызықты болайын деп тұр, сол себепті міндетті түрде соңына дейін қараңыз. So, let's start. Hallelujah, hallelujah. Ал енді талқылап кетейік. Hallelujah is a song by Canadian singer-songwriter Leonard Cohen and first released in his 7th studio album, Various Positions. Бұл Hallelujah өлеңі канадалық әнші ақын Леонард Коэннің әні болып табылады. Тағы айта кетейін ба? 2011 жылы шілде айында, яғни Англияда күміс платинасын алған және ақш-та 2 миллион 8 мың данаға жеткен болатын сатылым. Менің ең жақсы көретін әнім ғой бала кездегі Александр Рыбак па? Дәл таптың. Бұл Александр Рыбак Евровидениеден ұтқан. 2009 жылы өтті, походу. 2009 жылы болды, және де бұл өлеңнің аудармасы, яғни ертегі деп аударылады. Сен білдің ба бұл жайлы? Ал сен білесің, Евровидениеде бұл өлең СНГ бойынша 387 балл алған ең бірінші өлең болып табылады. Және бұл әннің мағынасына келетін болсақ, жалпы автор кішкентай кезінде өзі бір қызға ғашық болған, жалпы сол махаббаты жайлы осы өлеңнің ішінде айтады. Яғни бұл әнді ол өзінің 7-ші студиялық альбомында Various Positions альбомына кіреді. And Shnar, do you know, before writing the final version of Hallelujah, Cohen created 80 versions of the text. Hallelujah өлеңінің соңғы нұсқасы шығармас бұрын, Коэн 80 рет мәтінді өзгерткен болады. Және де 1984 жылы Коэн әлемде тур жасағанда барлық концертінде осы өлеңді айтқан. Және барлығында осының мәтіні өзгеріп тұрған болатын. Never mind, I'll find someone like you. Адель, never mind, I'll find someone like you. Бұл өлең Ұлыбританияда, Австралияда және Италияда хит-парадта бірінші орында тұрған болады. Және де айта кететін болсақ, бұл жерде вокал мен фортепианодан басқа дыбыс қосылмаған ең алғашқы хит болып табылады. Және де Адель осы өлеңнің арқасында ең күшті поп орындау номинациясы бойынша Грэмми ұтып алған болады. Ал енді өлеңнің қайырмасын талқылап кетейік. Ал бұл өлеңді аударған кезде, яғни мен ертегіге ғашықпын, бірақ ертегі маған ауырлық әкелсе де, қиыншылық әкелсе де, маған бәрібір, еще мен проклятпын деп отырады. Бәрін қазақша аударып, мен проклятпын дегенді аудара алмай қалдым. Шынына келген кезде, бұл өлеңнің барлық мағынасы жігіт пен қызы айырылысып, яғни өзі қиналып жүрген кезеңдерін барлығын осылай сипаттайтын болады. Бұл оңай отыра бермейік, аяқтайық, Сіздермен бірге Тимон және де Умба. Арманға қарай, жетумен оңай.